Сәлеметсіздер ме достар, біздің тегін сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жасанды интеллектті қолдану арқылы тиімділікті арттыру. Жалпы жасанды интеллект туралы толық түсінесіздер, өздеріңіздің қоя алмай жүрген сұрақтарыңызға жауапты алатын боласыздар. Ал олай болса, жасанды интеллектке келмес бұрын бірінші мен өзіммен таныстырып кетейін. Есімім Асылжан Қалменов, Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының тумасымын, сол жақта өсіп өнгенмін. Осы Алматыға келгеніме 4 жылдай уақыт болып қалды. Осы 4 жылдың ішінде қаншама проекттермен жұмыс жасап, осы әлеуметтік желі, жасанды интеллект саласында қаншама проекттермен айналысып жұмыс жасаудамын. Жалпы 4 жылдық тәжірибесі бар әлеуметтік желі және де жасанды интеллект саласының эксперті, маманы болып табыламын. Танымал жұлдыздардың продюсермін, Мехавая Қабдолдармен, Арсен Мереке, Жандос Қаржаубай, Алмасхан Насыров, Бағлан Абдраимов, Ернар Айдар деген сияқты жалпы одан басқа құла мектептер, кәсіпкерлермен де, әншілермен де, блогерлермен де қаншама кісілердің осы продюсер болып табыламын. Және де 2000-нан астам адамға әлеуметтік желі және де жасанды интеллектті тиімді қолдануды үйреткен маманмын. Және де осы жасанды интеллектке қатысты Қазақстандағы алғашқылардың бірі болып бастап, осы жасанды интеллектті және де қазақ тұрғындарына, қазақтарға өзімізге қазақ тілінде контенттер жасап, қазақ тілінде білімдер беріп жатырмын осы жасанды интеллектке қатысты. Жалпы бұл жасанды интеллект дегеніміз не? Осыған жақсылап тоқталайық. Бұл жасанды интеллект дегеніміз адамның жұмысын жеңілдететін интернеттегі робот көмекші. Яғни менің көмекшім, сіздің көмекшіңіз, сіздің жұмысыңызды жеңілдетеді. Енді қасымызда отырған емес, жалпы енді әлеуметтік желідегі боттар, сайттар, роботтар, жалпы программалық жүйелер, приложениелер, олардың барлығы сол жасанды интеллект болып саналады. Яғни сіз тапсырма берсеңіз, тапсырманы сізге орындап береді. Текст десең, текстіңді жазып беретін, маған контент план құрып бер десең, контент план, қалай видеолар просмотр жинайды, қалай видеолар подписчик жинайды, жалпы осыған қатысты ақпараттар сұрасаңыз да, презентация жасап беріп жатыр, ән шығарып беріп жатыр, видео монтаждап беріп жатыр. Жалпы сіздің тапсырма беріп жатсыз, тапсырма орындап беріп жатыр. Яғни сіздің жұмысыңызды жеңілдетіп жатыр. Сол сияқты осы біздің жұмысымызды жеңілдететін интернеттегі робот көмекшіні біз жасанды интеллект деп айтсақ болады. Және де сіздің телефоныңыздың ішіндегі Instagram, TikTok, YouTube сияқты приложениелердің ішінде де кейбір жасанды интеллект алгоритмдері орналасқан. Өйткені сіз Instagramға кірсеңіз, стористі қарап отырсаңыз, сізге қатысты рекламалар шығады, сіз қызығатын сондай қызықты видеолар шығады. YouTubeға кірсеңіз де сондай, TikTokқа кірсеңіз де сіздің қызығатын видеоларыңыз сондай рекомендацияда шығып тұрады. Өйткені сіз туралы жақсы ақпараттар біледі, сіз туралы жақсы түсінеді, сіз қандай адамсыз, қандай нәрсеге қызығасыз деген сияқты. Және де Яндекс бар ғой, телефондағы Яндекс приложениесі, ол да жасанды интеллекттің кейбір алгоритмдері бар. Өйткені мысалы такси қызметкерлері, таксисттер мысалы вокзалдың алдына барып, такси деп тұрғанға қарағанда, Яндекс арқылы жұмыс жасайтын болса, ол бір жерден екінші жерге клиентті апарған кезде, уже екінші жерге барған кезде приложенияның ішіндегі робот көмекші оған уже клиент дайындап қояды. Ол вообще клиент іздеп шаршамайды да, оның несі ойында уайымдамайды да. Барады, болды, келесін алып кетеді, ары қарай жалғасып кете береді. Оның жұмысы тек барған жерге адресін апарып тастап кетсе жеткілікті. Сол сияқты оның жұмысын жеңілдетіп отыр. Осы сияқты қаншама программалық жүйелер жетеді. Мысалы 103-ге, 101-ге деген сияқты хабарлассаң, автоматом сізге бот жауап береді ғой, робот. Бірді бас, екіні бас деп. Сол сияқты олардың барлығы автоматтандырылып қойылған. Бүкіл жұмыс алдағы уақытта бұл автоматтандырылады. Бүкіл нәрсе қазіргі таңда уже Face ID-мен төлеп кететін, алақанмен төлем жасап кететін деңгейге де шығып жатырмыз. Олардың барлығы енді осы автоматтандырылған жүйе болғаннан кейін. Жалпы жасанды интеллект деген түсінген шығарсыздар, біздің жұмысымызды жеңілдетуге көмектеседі. Бұл видео жалпы дәл қазіргі осы видеомыз фрилансерлерге арналады, яғни SMM, MyBlogger, таргетолог, маркетолог сияқты қазіргі заманауи жұмыстармен айналысып жүрген кісілер болсаңыздар, осы видео сіздерге арналады. Ал енді жоқ, мен басқа саланың мамандарымын, мұғалім, дәрігер сияқты, немесе студент, оқушымын, немесе табыс табуға қатысты сұрақтарым бар деген сияқты, сондай сол сабақтарды сұрасаңыздар, онда басқа видеоны көрсеңіздер. Өйткені бұл видео фрилансерлерге арналған. Сіз енді қазір маған Instagram арқылы немесе Telegram арқылы келген шығарсыз. Сол жақтағы менің жасанды интеллект арқылы жасалған менің робот көмекшім сіздерді осылай жол сілтеді. Сіздер қандай темаға қызықтыңыздар, соған байланысты видео сілтемесін жіберіп отыр. Енді сіз басқа темаға қатысты сұрасаңыз, соған қатысты өзіңіздің видеоңызды жібереді, ары қарай сабақты көре аласыздар. Жалпы бұл видео фрилансерлерге арналады. Фрилансерлерге жасанды интеллект қалай көмектеседі? Осыған қатысты әдемілеп бір жауап берейін. Жалпы бұдан да көптеген ақпараттарды айта беруге болады, бірақ мен нақтылап кішігірім бір жазып кеткенім. Біріншіден, енді жобаны басқаруға
мысалы тапсырмаларды жоспарлау мен уақытты басқаруға, контент жасауға да өте күшті керемет көмектеседі. Мәтіндер, влогтар, посттар құруға сондай бір әдемі көмектеседі. Дизайн жағынан да өте жақсы көмектеседі. Визуалды контенттерді автоматтандыруға, клиенттермен байланыс жасау, чат-боттар, аябаттар, жалпы сондай бір автоответ деген сияқты сондай күшті керек десең, жаңағы сату мамандарының сөйлескендерін, автоматтың дауыстарын естіп, қандай проблемасы бар, қандай болі бар, барлығын сізге автоматтың жазып беретін искусственный интеллекттер бар. Және де деректерді талдау, SEO, әлеуметтік желі талдауын жеңілдету, автоматтандыру, шоттар жасау, почта жіберу сияқты тапсырмаларды автоматтандыру. Аударма, жылдам аударма жасайды. Маркетинг жағынан акция жоспарлауға өте күшті, сізге идея береді, қандай сценарий жазуға күшті қандай бір қазіргі заманда қандай жақсы маркетинг ходтар бар, соларды сізге әдемілеп жолдарын көрсетеді. Жарнамаларды оңтайландыруға, және де құқықтық және қаржылық көмек жағынан келісімшарттар, салық есептеуге көмектесе алады. Кез келген есебіңізге де өте жақсы көмектесе алады. Бұл фрилансерлерге жалпы жасанды интеллекттер негізінде өте көп. Енді былай бір-екеуіне тоқталып кетейін. Мысалы, қандай жасанды интеллекттер бар? Мысалы, ChatGPT-дің өзі керек десеңіз өте керемет деңгейде жасалынған. Бұның енді 4O деген последний версиясын алсаңыз, одан да мықты деңгейде. Керек десеңіз, бұл жерде аудио жазуға да болады. Аудио жазасың, Алиса сияқты ғой, сөйлесіп отыра бересің. Бірақ Алисада бір кішкентай ғана бір не қылған ғой, ол жерде бір андай сенің жұмысыңды жасап бермейді, ол просто андай жағынан да ол жақта сәл просто бір шектеліп қалған. Ал бұл жерде сіз қандай сұрақ қоясыз, сол сұрақтарға байланысты сізге нақты жауабын беріп, кез келген сұрақтарға жауап бере алады. Енді мысалы мына жерде мен қандай сұрақ қойдым? Кіріп көрейік. Мына жерде енді мен өте көптеген сұрақтар қойғам. Қараңыздар, қаншама сұрақтарға жауап берген. Көптеген тексттерді жіберіп осы жақтан мен есептеткізгем. Одан бөлек мен жаңағыдай неге қатысты шаблондарға бөліп, менің аудиторияма қатысты немесе өзіңіздің проекттеріңіздің аудиториясына байланысты сегменттерге бөліп, қандай болі бар, қандай проблемасы бар, соның барлығын маған нақтылап жазып бер деген сияқты ақпараттар болған. Соған қатысты мына жақтан офферлерге қатысты көмектескен жерлері бар мына жерде. Астың жағына түсе берейік, қандай нелер бар тағы? Сегменттерге қатысты ақпараттар тұр. Мына жерде маған кірейін. Вот мына жерде қараңыздар. Барлық нәрсені кестемен. Мінекей мына жерде мен сұрақты орысша қойдық. Осы ақпараттардың барлығы маған осы ақпараттарды біле отырып маған жаңа нелерге бөліп бер деп, одан кейін сегменттерге. Оны маған кесте бойынша жазып бергені бар, қазақша жазып берді. Мінекей қараңыздар, бұны үлкейтетін болсақ, үлкейтіп көруге болады. Мына қараңыздар, қаншама жас отбасылар, кәсіпкерлерге арналған, әрқайсысына арналған қажеттіліктері, шешімдері барлығы тұр. Көрсеңіз мына жақта барлығы сертификатталған қауіпсіз материалдарды қолдану, балаларға арналған ыңғайлы аймақтарды ұйымдастыру. Көрдіңіз бе, барлығы өте керемет деңгейде. Мына жақта мінекей мына жерде мінез құлыққа байланысты қаншама, мына жерде енді үлкейтіп қарасақ, үлкейтіп кете береді. Жетеді астында қаншама стиль және тренд, жалғыз басты тұрғындар. Жалпы контент, жалпы не жағынан сегмент жағынан өте жақсы көмектеседі. Сегменттерге бөліп, барлығын есептеп, бөліп, оған байланысты позицияландыру, қандай офферлер жазып бере аласың, мінез құлықтарына байланысты барлық офферлерге жазып берген, қарашы, позицияландыру, кәсіпкерлер болса, кәсіпкерлерге қатысты, жоғарғы табыс адамдар, оларға қатысты ақпараттар бәрін жазып берген. Мақұл, жақсы, түсінікті. Фрилансерлерге қатысты, тағы да екінші мына жақта мен сол тексттің барлығын көшіріп алып мына жаққа қойдым. Мінекей барлығын көшіріп алдым да, екінші ChatGPT-дің екіншісін ашып алып тағы да қойдым. Осы проекттің бойынша, менің аудиториям бойынша анализ жасап, маған жарнамаға арнап 10 түрлі сценарий жазып берші дедім, call to action'мен бірге. Қараңыздар. Сценарийін, текстін, call to action бәрін жазып берген. Кәсіпкерлерге, жоғарғы оқу орындарына, қарттарға деген сияқты бәрін әдемілеп жазып берген. Жалпы түсінікті, бұл жерде сегментация, дизайн жағынан да мына жерде қараңыздар, барлық жағынан есептеп берген. Бұл түсінікті. Келесі, мына жерде енді бізде, ChatGPT бізде ақпараттық, яғни кез келген сұраққа жауап бере алады. Кез келген сұрақ қойсаңыз, сұраққа жауап береді, контент бойынша, воронка бойынша, қандай идеялар аласпа бәріне күшті. Ал енді бізде екінші жасанды интеллект, бұл гамма, яғни презентация жасауға арналған жасанды интеллект. Тек қана бұл жерге тақырыпты жазасыз, жеткілікті болды, сізге бірден презентация жасап береді. Просто тақырыбын ғана, сурет құрап, андай фантазиямен бірдеңе жазу үшін керек емес.
тақырыбын жазасыз. Мысалдан қараңызшы, әдемі дизайнмен четко әдемілеп жасап берген дизайн интерьерге. Бұл жерде гамма айда тек қана презентация емес, сайтта жасауға болады. Мысалы, кеттік, мына презентация жасайтын болсақ, мына 10 беттік қазақ тілінде 2024 жылдағы трейдинг. Давайте генерейт дегенді басайын. Қазақ тілінде маған осы 2024 жылдағы трейдингке қатысты презентация керек. Кетті. Дальше ары қарай басайық. Мына жерден бізге стильдерін таңдай болайық, қандай дизайн керек деген сияқты. Разница жоқ, кете берсін. Жақсы, кете бергем дегенше, бұл обновление, загрузка боламын дегенше, сайт жасауға да болатын көрсетіп жіберейін. Міне қараңыздар, сайт болатын болса, біріншісі презентация болатын болса, екіншісі бұл біздегі сайт жасау. Мақұл, дизайн интерьерге қатысты маған сайт жасап бер десем, осылай таңдаймын. Міне маған стиль нелерін, каждый тақырыптарын таңдап берді. Дальше ары қарай бастым. Осыған байланысты менде енді сайтта жасап береді. Мінекей кетті. Жасай берсін. Мінекей қараңыздар, жаңа біздің презентациямыз қараңыздар, 2024 жылдағы трейдинг кетті. Астында тексттер кетіп жатыр. Мінекей суреттерін. Вот, міне таза трейдингтік суреттер. Мінекей мына жақта әлі загрузка әлі болып жатыр. Суреттері болу керек. Міне жазып жатқан қараңыз, қанша секунд сайын бір бет шығып жатыр ғой, секунд сайын. Керек емес жерлер болатын болса, өзгертетін жерін өзгертіп кете береміз. Бұл жалпы түсінікті, презентация жасауға арналған. Суреттің качестволарын қараңызшы, датабы андай бір өте керемет деңгейде істелген. Качествосы да өте мықты. Сайт па, сайтты да көресіздер мына жақтан. Сайтты қалай істеп жатыр екен. Үй интерьеріне арналған дизайн идеялар дейді. Вот, так, дизайн идеяларын қарау, консультация алу. Потолок қараңызшы, мына жерде качествосын қараңыз біріншіден, еще кнопкалармен бәрін әдемі. Дальше ары қарай осының өзін сайт қылып жұмыс жасасаңыздар болады, немесе сайт мамандарына жіберіп, мына идеяны беріп, солай тез жасата салсаңыздар да болады. Шаблонды беріп ше. Әдемі, күшті. Жалпы гамма ай бізде сайт және де презентация жасауға арналған жасанды интеллект. Келесі бізде лока. Бұл лока бізде логотип жасауға арналған жасанды интеллект. Сіздің кәсібіңізге, сіздің проектіңізге міндетті түрде керек. Сіз айналысып жатқан, мысалы жаңа Lab Decision дегенге біздің жасап берген логотипін қараңыздар, мына жерде қаншама түрлер. Ішіне кіретін болсам, ішінде киімге қалай тұрады, мысалы мына жерге дизайн, жаңа менің атын жазып береді, логотипімнің атын жазып береді. Көшеде қалай тұрады, ноутбукта қалай көрініп тұрады, мына жақтан көшеде баннерлерде қалай жазылып тұрады, барлық түрімен көрсетіп береді. Осы локаның ішіне кірсеңіздер, жалпы логотип жасауға арналған біздің жасанды интеллект. Келесі бізде жасанды интеллект Summarize. Бұл YouTube-тағы кез келген видеоны сіз сілтемесін көшіріп, осы жаққа қойсаңыз, Марғұлан Сейсенбай ағамыздың видеосын көшіріп алып, осы сілтемесін осы жерге қойсаңыз, сізге автоматом конспект жазып береді. Сол сөйлеген сөзді конспект қылып жазып береді. Сіздердің алдағы уақытта бір эксперттің сөздерін, бір өздеріңіздің білім алу бағытында айтып қарайсыздар ғой енді ақпараттар. Сол кезде сол ақпаратты осы жаққа конспект қылып, ол конспектті қазақша, орысша, ағылшынша аударып жасай беруге болады. Өте керемет. Жалпы жасанды интеллекттің фрилансерлерге арналған жасанды интеллекттер негізі өте көп. Олардың бәрін тоқтала беретін болса, қазір уақытта шектеулі, олардың барлығына тоқтап отыра беретін. Жалпы фрилансерлер енді бұл жерден андай сұрақ келеді. Жасанды интеллект кімдер үйрену керек деген. Өйткені маған осындай сұрақтар өте көп келген. Мен такси жүргізушімін, мен осындай істеймін, мен андай істеймін, маған жасанды интеллект керек па деген. Жасанды интеллект барлық адамға керек. Өйткені біз телефонды қолданамыз, біз компьютер, біз интернетті қолданамыз. Бізге, значит, жасанды интеллекттің бұл енді сайттар, боттар болғаннан кейін бізге міндетті түрде керек. Міндетті түрде керек. Өйткені сіз кейде білмейсіз да, мысалы сіз қолданып жүрген кейбір сайттар, кейбір дүниелер, оның өзі жасанды интеллекттің кейбір алгоритмдері бар. Сол үшін сізге бұндай білім керек. Бірақ енді мынандай сұрақтар да болады кейде, жасанды интеллект біздің жұмысымызды тартып ала ма деген. Енді бұны тартып алғанда да негізі жалпы қысқарып жатыр, ол белгілі, қысқарады, бухгалтерлер де қысқарып жатыр, кассирлер де мысалы қысқарып жатыр, болашақта Face ID мен QR мен төлеп кете беретіндей. Сол сияқты әрбір саланың, мысалы жаңағы юристер де, заңгерлер де, бірдеңелер барлық қысқарып жатыр, ол белгілі. Бірақ енді ол саладағы адамдардың барлығын жоқ қылып жіберіп, жаңағы роботтар кіріп алады деген сөз емес. Мақсат енді алдағы 5-10 жылдықта кірмесе де, одан кейінгі жылдарда кіруі мүмкін, енді ол жағынан нақты шешім бере алмаймын. Бірақ алдағы осы 5-10 жылдықтың ішінде кіріп кетпесе де, ол жерде қорқатын нәрсе, біз жаңағы роботтардан, жасанды интеллекттен қорқудың қажеті жоқ. Бұл жерде сол саланы меңгерген адамдардан қорқу керек деп ойлаймын. Өйткені мысалы сіздің конкурент, екеуміз мысалы сіз бен мен конкурент болатын болсам, екеуміз бір жерге жұмысқа кірейін деп тұрмыз. Сіз бен мен мысалы жасанды интеллектті меңгергем, сіз білмеген болсаңыз, кімнің жұмысқа қабылдануы мүмкін мысалы логикалық тұрғыдан.
конечно, ол белгілі, жасанды интеллектті меңгерген адамның жұмысқа, сұранысқа ие екені белгілі. Кез келген сала бойынша, мұғалім болсын, дәрігер болсын, басқа сала бойынша қазіргі таңда керек десең, мектептің өзіне осындай жасанды интеллектті міндетті түрде біліңдер, осындай туралы ақпарат алыңдар деген сияқты уже талап қойылып жатыр. Менің мамам енді осы мұғалім болғаннан кейін алдында менен де сабақ алып, осындай нәрсе болып жатыр деп маған айтты. Менен сабақты алды деген сияқты. Жалпы мектепте де қолданып жатыр ғой. Басқа сала, қай салада болса да жасанды интеллект деген тема өзі естіліп жатсыздар ғой, байқап жатқан шығарсыздар. Әркім өзінің саласына байланысты жасанды интеллектті біліп естіп жатыр. Ал енді оның ішіне қарай кіретін болсаңыздар, автоматтандыру, аватар, керек десеңіз автоответтердің өзі просто чат-бот емес, кнопкамен емес, керек десең кез келген сұрағыңа жауап беретін ChatGPT арқылы орнатылатын инстаграмдар бар мысалы ше. Ондай неше түрлі ақпараттар бар. Жалпы жасанды интеллектті меңгерген сайын ол жақта білім өте көп. Кейде мен өзім ойланып қаламын, мынандай нәрсені жасауға болады екен ғой деген сияқты кейде ақпараттар болып қалады. Ондай нәрселер шынымен де таңғалдырады. Жасанды интеллект деген темаға кірсеңіздер, ақпарат та өте көп, ол жақта білім де өте көп. Сол үшін де мен қазір сіздерге бірнеше ғана түрін айттым. Енді осыған байланысты мен өзімнің жасанды интеллектке байланысты нөлден бастап толық үйрену атты менің нейростарт курсыма сатылымды ашамын. Енді егер тіркелем дейтін кісілерге мен нейростарт курсына кішігірім тоқталып кетейін. Біріншіден, бұл жақта бірнеше ғана жасанды интеллект емес, 50 түрлі жасанды интеллект сабағы, 50 түрлі. Екіншіден, сабаққа доступ 12 ай, 1 жылға дейін доступ, кез келген күні, кез келген түні көре бересіздер. 2 Zoom сабақ менен, ойлаңыздар, 2 Zoom сабақ болады менен, кері байланыс, 1 жылға дейін кері байланыс. 1 жылға дейін кері байланыс кез келген жерде, түсінбеген жер болса, басқа тема болса, общем менен сұрайсыздар, Instagram арқылы, WhatsApp арқылы деген сияқты менен ақпаратты сұрасаңыздар, кері байланыс 1 жылға дейін. Апта сайын жаңа сабақтар. Мынау енді бомба, ойлаңызшы, апта сайын жаңа сабақтар. Бұл мақұл, 50 жасанды интеллект бір бөлек тұр. Одан бөлек апта сайын бізді тағы бір 5-6-дан 10 шақтан күнде жаңа ақпараттар шығып жатыр. Күнде ол ақпараттардың барлығы мен алғаш сол өзімнің жабық платформамда салатын боламын. Және де сертификат, жасанды интеллектті меңгерген маман ретінде сізге сертификат берілетін болады. Енді ойлаңыздар, мына жерде 1 жылға дейін доступ деген былай қарасаңыздар, 400-500 мыңдық сабақтардың өзінде ондай сабақта ондай доступтар жоқ. Және де 1 жылға дейін кері байланыс деген нәрсе, шынымен де осыған дейін қаншама курстарды көрдім, ондай 1 жылдық кері байланыс ешқандай жерде жоқ. Енді сабақтың бағасын қараңыздар. Сабақтың бағасы 89 мың теңге. Өте әдемі, жаңа айтқандай 1 жылдық доступпен 1 жылдық кері байланыстың өзі, және де 50 ғана жасанды интеллект емес, ол жерде мақұл осыған дейін курстар қаншама бар шығар енді. Сабақты беріліп, бірақ енді жаңа сабақтарын ол жаңа деңгейде сатады ғой, сол сияқты бізде жаңа сабақтардың барлығы алғаш сізге берілетін болады. Каждый апта сайын жаңа сабақтар беріліп отыратын болады. Және де сертификатымыз деген сияқты сабақтың бағасы 89 мың теңге. Енді мен сіздерге бір керемет бір жеңілдік жасағым келіп жатыр. Өте керемет жаңалық. Осы қазір 1 сағаттың ішінде тіркеліп үлгерген болсаңыз, 1 сағаттың ішінде тіркеліп үлгерген болсаңыз, онда мен сізге супер жеңілдік жасаймын. Бұны енді қалай біліп отыр деп отқан болсаңыздар, сізді қазір жаңағы менің искусственный интеллект арқылы жасалған робот көмекшім сізді тексеріп отыр. Сізге сілтемені жіберді, 1 сағаттан кейін сізге жазады ол бәрібірде. Сол үшін бұл 1 сағат деген автоматтандырылып қойылған. Қай жақ Instagram болсын, Telegram болсын, бәрібір сізге 1 сағаттың ішінде жазады. Өйткені ол автоматтандырылған. Сол үшін 1 сағаттың ішінде егер үлгерем дейтін болсаңыз, сізге мынандай жеңілдік жасаймын. Қандай? 89 мың теңге емес, бағасы 19 мың 900 теңге. Ойлаңызшы, 19 мың 900 теңге деген өте керемет баға ғой, былай қарасаңыз. Қандай 19 мың 900 теңгеге қалай ойласаңызшы, 1 жылға дейін сізге апта сайын жаңа сабақтармен, 1 жылға дейін кері байланысымен, одан бөлек 50 түрлі жасанды интеллект, өте керемет менің ойымша. Және де сізге тағы да менің өте керемет сыйлығым бар. Қараңыз, 1 сағаттың ішінде менің нейростарт курсыма тіркеліп үлгерген болсаңыз, бағасын, ақшасын төлеп қатыссаңыз, сізге тағы сыйлық құны 139 мың теңге тұратын менің YouTube, TikTok, Instagram сабағыма сіздерге тегін доступ береді. Яғни сізге тегін сабағымды бере аламын. Көрдіңіздер, осыған дейін мен жалпы мен YouTube сабақтарын, TikTok сабақ, Instagram сабақтарын, әрқайсы мақұл енді YouTube сабақтары өзімнің самоучка үйренгендерім, қаншама проекттермен жұмыс жасадым. Ал TikTok'қа мен өте көп білімге ақша көп салдым. TikTok'тың өзіне қаншама миллиондап ақша салып тастадым.
инстаграмға қаншама ақшалар салып тастадым мысалы. Сол сияқты. Ал енді менің осыған дейінгі сабақтарым болған. Ең азы осы YouTube сабақтарым ішінде ең азы 139 мың теңге онлайн сабақ. Ал офлайнда да уже 250 мың, 400-500 мың теңгелік жаңағы жеке менторство деген сияқты сол сабақтардың барлығы сізге тегін беріліп тұр ғой. Былай қарасаңыз көрдіңіз бе, өте керемет. Мақұл, енді сіз жасанды интеллекті арқылы жұмыс жасайсыз, табысыңызды табасыз, жасанды интеллектті меңгересіз, ол арқылы чат-бот жасайсыз ба, ол арқылы ән шығарасыз ба, ол арқылы логотип істеп сатасыз ба. Ондай жолдар өте көп. Жақсы, ол сабақтың ішінде бәрі бар. Одан бөлек сіздің личный брендіңізге, жеке брендіңізге жұмыс жасау. Менде қалай, менде бекерден бекер бірден 100 мың подписчик, бірден просмотрлар көтеріп кеткен жоқпын ғой менде. Ол жерде де арнайы бір воронка бар. Сол воронкаларды сіздерге тегін беріп тұрмын. TikTokта мысалы менде қазір соңғы бір айдың ішінде 60 мыңның үстінде подписчик келді. Значит, менде қазір подписчик 115 мыңнан жоғары қарай уже өсіп бара жатыр. Инстаграмда подписчигім 100 мыңнан асып бара жатыр уже, қарасаңыздар. ютубымда тоже кетіп бара жатыр деген сияқты. Ол жерде қандай воронкалар, қалай видеоны ретке шығарамыз, қалай подписчик жинаймыз, соған қатысты керемет сабақтар болады. Жалпы сабаққа қатысам дейтін болсаңыздар, төменде тіркелемін деп жазылып тұр. Астында сілтеме бар, WhatsApp сілтеме. Соған өтсеңіздер, менеджермен байланысасыздар. Сабаққа сізге реквизит жібереді, сол реквизит бойынша төлем жасап, сізді сабаққа бірден қосатын болады. Ал олай болса біздің сабағымыз аяқталды. Осы берілген білімнің өзімен сіздер дальше ары қарай жұмыс жасай берсеңіздер болады. Ал мен тағы да ары қарай білім аламын, тағы да жетілемін, одан сайын тағы да қызықты ақпараттар білгім келеді. Бұл жердегі қаншама кішкентай ғана ақпарат берілді ғой енді, тағы да одан сайын конкуренттерімнің алдында болғым келеді, әрқашан сұраныста болғым келеді десеңіз, онда менің нейростарт курсымда сіздерді күтемін. Ал сабаққа қатысқан кісілер сабақта кездескенше. Ал сау саламатта болыңыздар.